Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 96 сабақ сын есім. Сендермен бірге Майра апай бүгінгі 96 сабақтың барлық тапсырмаларын орындауға көмектесетін боламын. Ал сендер лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Балалар, тапсырмаға көшейік. 49 тапсырма. Мәтінді оқы. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп атап кеткен. Әжемнің аты Қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса жарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Осы мәтіннің ішіндегі сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Балалар, бұл тапсырманы орындамас бұрын біз дара, күрделі сын есімдер туралы ережені еске түсіріп алайық. Дара сын есімдер деп құрамы бір ғана сөзден тұратын сындық мағыналы сөздерді атаймыз. Мысалы, сары, аласа, қоңыр деген мысалдар келтіруге болады. Ал күрделі сын есім ең кемі 2 сөзден құралып, бір сындық ұғымды білдіретін сөздерден тұрады. Мысалы айтатын болсақ, орта бойлы, от жанарлы, аса жарлы деген мысалдарды келтіруге болады. Сонымен сын есімдерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Дара сын есім шымыр, сары, ал күрделі сын есімге орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, аса жарлы, ақ дидарлы деген сын есімдер жатады. Түсінікті ме балалар? Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға өтейік. Мәтіннің авторы туралы білетініңді әңгімеле. Балалар, мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келді. Бауыржан Момышұлы 2-ші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Бауыржан 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. 1941 жылы 2-ші дүниежүзілік соғыс басталысымен Бауыржан даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңындағы жаңадан жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Батальон полк командирі қызметін атқарды. Соғыс кезінде қаһармандық ерлігімен ерекше көзге түседі. Соғыстан кейін Бауыржан Совет армиясы бас штабының жоғары әскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан. Бауыржан бір жола шығармашылық жұмысымен айналысады. Балалар, Бауыржан атамыздың ерлігі мен батырлығын әрі жазушы екенмен танысып өттік. Келесі тапсырмаға өтейік. 50-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Дәптерлеріңді ашып балалар, осы өлеңді жақсылап жаттап, дәптерге көркем етіп жазып алыңдар. Ала таңнан тұрып ап, құба жоңға барамын. Ақ боз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Тұрысбек Еділбаев. Сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт. Яғни балалар, бұл өлеңде ала таң, құба жон, ақ боз ат деген сын есімдер кездесіп тұр. Яғни бұл таңның ала екенін, құбаның жонның құба екенін, аттың ақ боз екенін білдіріп тұр. Жазып алыңдар балалар дәптерлеріңе. Келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада балалар 51-ші жаттығуда затты берілген белгілер бойынша тап. Яғни жасырылған сөздерді тауып жазуымыз керек. Сопақ, қызыл, ащы. Ол не? Бұрыш, яғни бұрыш, сопақ, қызыл, ащы. Түлкі, жыртқыш, қу. Күн ашық, жылы, суық. Қоян, сұр, қорқақ. Балалар, дәптерлеріңе қатесіз жасырынған сөздерді қойып жазып алыңдар. Келесі тапсырмада балалар 52-ші жаттығуда заттың сынын білдіретін сөздердің тұсындағы тиісті сөздермен сәйкестендірейік. Ащы, тәтті, қышқыл, бұл дәмі. Сүйір, сопақ, домалақ, бұл пішіні. Кіші, үлкен, ұзын, бұл көлемі.
қызыл, қара, сары бұл түсі. Жарайсыңдар балалар. Сендерге тапсырмалар, жаттығулар түсінікті болды ма? Жарайсыңдар, дәптерлеріңе әдемілеп, қадесіз көшіріп алыңдар. Балалар, осымен бүгінгі сендермен орындаған тапсырмалар аяқталды. Сендерге тапсырмалар түсінікті болса, лайк басып жазылып кетіңдер. Сау болыңдар балалар.